Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін сіздерде қосымша сабақ наждакпен және лакпен жұмыс жасау сабағы. Осы ванный наборымызға арналған сабын салғышымызды қазір тегістейтін боламыз. Қараңыздар, себебі қалыпқа құю барысында шет-шеттері, астары тегіс болмай шығуы мүмкін. Сол үшін наждакты пайдаланасыздар, әдемілеп тегістейсіздер. Кішкене күш салсаңыздар, жұмыстарыңыз тегіс әдемі болып шығады. Сол үшін наждакты пайдаланасыздар. Осылай барлық шетін тегістеп, қай жері артық болып тұр, соның барлығын тазалап шығатын боласыздар. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай кисточкамен немесе қолдың көмегімен жаңағы артық жерлерін алып тазалап тастайсыздар. Мінекей екінші бізде осы паттель әдісімен жасалған неміз, формочкамыз, біздің сабын салғышымыз. Мінекей тегістеп шығасыздар. Көрдіңіздер қандай қисық болып тұрғанын, формадан алған кезде солай қисық болған. Осылай жақсылап қолдың күшімен тазалап шығасыздар. Бір тегіс әдемі болып шығатын болады жұмыстарыңыз. Әрине, қалыптан шешіп болғаннан кейін, жақсылап кепкеннен кейін барып наждактайсыздар. Болмаса бір күннен кейін наждактайсыздар. Бірақ сіздің жұмысыңыз қатты не болмау керек, жұмсақ болмау керек. 20-30 минут қалыптан шешіп болғаннан кейін барып, 1 сағаттан кейін, кішкене тұрғаннан кейін барып наждактауды талап етеді. Мінекей асты болса астын, жаны болса жанын барлығын осылай тегістеп шығатын боласыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Одан кейін осындай лакты пайдаланасыздар, глянцевый лакты пайдаланасыздар да, кисточкаларыңыз таза болсын, сабын салғыштарыңыздың ішін тазалап алыңыздар, сондайлар жабыс қалмасын. Сонымен жақсылап лактап шығасыздар. 2-3 слой жағасыздар лакты, себебі бұл әдемі жалтырап шығады, және де бізде бұл лак сумен майдан қорғайтын болады. Мінекей жақсылап лактап, жұмыстарыңызды аяқтап, жаңағы сатуға немесе сыйлық ретінде ұсынсаңыздар өте жақсы болады. Барлық жерін лактап шығасыздар. 2-3 слой қайтара лактап шығасыздар. Ал сіздерге сәттілік тілеймін, жұмыстарыңызға табыс тілеймін, береке тілеймін. Қолдарыңыздан келеді сіздердің де. Ешқашанда тастап кетпеңіздер, жасаңыздар, пайда табыңыздар сіздерде. Гипспен жұмыс жасау өте қызықты, өте оңай негізінде. Миларыңыз демалатын процесс болғаннан кейін сіздерге барынша сәттілік тілеймін. Мінекей қараңыздар. Осылай барлық жерін жағып шығасыздар. 1-ші слой, 2-ші слой деп. Тек қана гипстеріңіз қыл-қыбыр болмасын, тазалау ғып жасайсыздар. Мінекей екеуінің разницасын қарасаңыздар, бізде лак жаққанымыз жылтырап тұр, ал анау бізде әлі кеппеген сабын салғышымыз. Мінекей разницасы сіздерге көрініп тұр.